Сәлем достар, бүгін сіздермен балалық шақты еске түсіретін өте жұмсақ болып шығатын коржиктің рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жұмыртқаны, үстіне шекерді салып, сары майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Ұнды, одан соң қамыр қопсытқышты салып, қолымызбен жақсылап араластырып, қолға жабыспайтындай етіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді бір-бірден орташа көлемде дөңгелектеп алып, домалата отырып, пергамент қағазы төселген табаға орналастырып шығамыз. Пергамент қағазы болмаса, табаны майлап сала берсеңіздер болады. Орналастырып болдық. Енді үстін бір-бір басып шығамыз. Осылай қызып тұрған пеште 200-220 градуста 15-20 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің өте жұмсақ әрі тез дайындалатын коржиктарымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын.